студенттер, бүгінгі біздің практикалық сабағымыздың тақырыбы педагогикалық ғылым мен оқу пәні арасындағы айырмашылықтар. Білім беру саласының интеграцияланған аспекттері. Педагогикалық ғылым теориялық зерттеулер мен ғылыми принциптерге негізделіп, оқу пәні білімінің құрылымы мен практикалық тілектік нәтижелеріне бағытталған. Екеуінің де мақсаты оқушылардың өндірістік дамуы мен білім беру процесін жетілдіру. Педагогикалық ғылым анықтамасы мен зерттеу бағыттары. Анықтамасы тұлғаның дамуы мен тәрбиесін, оқу тәрбие үдерісінің мазмұн әдістерін және ұйымдастыру формаларын ғылыми тұрғыдан зерттейтін білім. Зерттеу бағыттары: эмпирикалық зерттеулер, тәжірибелер, сараптау және анализ. Негізгі салалары: дидактика, педагогика, психология, әлеуметтік және құрылымдық теория. Оқу пәні анықтамасы және оның құрылымы. Анықтамасы: оқу пәні білімнің белгілі бір саласы, оқушылар арасында оқытылатын ұйымдастырылған материалдардың жүйесі. Мысалы, математика, орыс тілі, тарих, физика. Құрылымы: мазмұны және тақырыптар, оқу әдістері, есептеу нәтижелері, бағалау құралдары. Айырмашылықтарды салыстыру. Педагогикалық ғылым мақсаты: сілтеулер мен ғылымдық қағидалар, әдіснамасы, ғылыми зерттеу әдістері, фокусы, жалпы үлгілер мен теориялар. Оқу пәні мақсаты: білімнің орынды түрі, әдіснамасы, құрушылық ағарту, фокусы, нақты білімдер мен дағдылар. Педагогикалық ғылымға мысалдар: даму психологиясы, дидактика. Пиаже теориясы, Эриксон ступендері балалардың дамуының қосынды кезеңдерін анықтайды. Оқу пәніне мысалдар: математика және әдебиет, математика, арифметика, алгебра, геометрия, нақты есептеу дағдыларының құрылымы. Әдебиет, әдеби шығындар, тілі, саналау, өнерлік сезімдік және сыни ойлау, әрекеттік іс-әрекеті. Тәжірибелік қолданысы мен маңызы. Педагогикалық ғылым оқыту үлгілерін әзірлеу, оқушылар өндірістік дамуының принциптерін анықтау, білім беру сәтсіздіктерін қалыпқа келтіру. Оқу пәндері: ұйымдастырылған білім құрылысы, сыни ойлау мен танымдық дағдылардың өндірістерін қалыптастыру. Қорытынды: педагогикалық ғылым мен оқу пәні бір жүйенің екі түрлі бөлігі. Ғылым зерттеу арқылы білімді дамытады. Пән сол білімді оқушылар мен студенттерге жеткізеді және де пайдаланады. Ал енді бірінші практикалық сабақ бойынша мында берілген әріптерде сұрақ жасырылған, соны аласыздар да жауап бересіздер. Таңдалысыңыздар болып келді әріптерді. Кімді әншін арасыңыздар болады? Менікі Элла әріпі. Маған берген сұрақ: педагогикалық ғылым мен оқу пәнінің айырмашылығы неде? Ғылым мен оқу пәнінің айырмашылығы ол ғылым зерттейді және де пән үйретеді. Дұрыс. Келесі сіз. Мен алған әріп М, яғни біз бұл жерде оқу пәнінің мазмұны неден құралады? Ол тәжірибеден алынған білім мен дағдылардан құралады. Иә, дұрыс. Келесі сіз. Реттен кете берейік осыдан. Менікі ол әріпі: педагогикалық ғылым нені зерттейді дейді? Педагогикалық ғылым оқыту мен тәрбиелеу заңдылықтарын зерттейді. Иә. Келесі. Мен шығайын. Жоқ, мен. Бұл әріпі педагогикалық ғылым кімдерге арналған? Педагогикалық ғылым мұғалімдерге арналған. Иә, дұрыс. Шағыңыз. Жарайды. Менде сұрағы оқу пәні нені қамтиды? Менің ойымша оқу пәні оқушыға арналған нақты мазмұнды қамтиды. Иә, дұрыс. Менде сұрақ: педагогикалық ғылымның нәтижесі неде?
ғылыми теориялар мен тұжырымдар кіреді. иә. Педагогикалық ғылым және оқу пәні салыстырмалы талдау. Кіріспе. Неге бұл айырмашылық маңызды? Білім берудің екі негізгі аспектісі педагогикалық ғылым мен оқу пәні арасындағы айырмашылықты түсіну мен білім беру тәжірибесін жетілдіру үшін өте маңызды. Бұл айырмашылық оқыту мен және оқу процесін тереңірек түсінуге, сондай-ақ білім беру саясатын тиімді қалыптастыруға көмектеседі. Педагогикалық ғылым дегеніміз не? Анықтама. Педагогикалық ғылым бұл білім берудің теориясы мен тәжірибесін зерттейтін, оқыту мен тәрбиелеу процесінің заңдылықтарын ашатын ғылым саласы. Мақсаттары: оқыту әдістерін, оқу бағдарламаларын, тәрбие теорияларын зерттеу және білім беру тиімділігін арттыру жолдарын табу. Зерттеу әдістері: эксперименттер, бақылау, сауалнамалар, статистикалық талдау және теориялық модельдеу. Оқу пәні дегеніміз не? Анықтама. Оқу пәні бұл оқу бағдарламасының негізгі құрамдас бөлігі. Белгілі бір білім саласының жүйеленген мазмұны. Құрылымы: белгілі бір тақырыптар, ұғымдар, ережелер мен дағдыларды қамтиды. Олар оқыту процесі арқылы. Оқу пәні дегеніміз не? Анықтама. Оқу пәні бұл оқу бағдарламасының негізгі құрамдас бөлігі. Белгілі бір білім саласының жүйеленген мазмұны. Құрылымы: белгілі бір тақырыптар, ұғымдар, ережелер мен дағдыларды қамтиды. Олар оқыту процесі арқылы меңгеріледі. Мазмұны: ол оқулықтарда, оқу бағдарламаларында және басқа да оқу материалдарында ұсынылған ақпарат жиынтығы. Негізгі айырмашылықтар: зерттеу объектісі мен пәні. Педагогикалық ғылым зерттеу объектісі, білім беру жүйесі, оқыту тәрбиелеу процесі, оқушылардың даму заңдылықтары. Зерттеу пәні: оқытудың тиімді әдістері, оқу бағдарламаларының құрылымы, тәрбие жұмысының қағидаттары. Оқу пәні: зерттеу объектісі, белгілі бір білім саласындағы ақпараттық мазмұн. Зерттеу пәні: осы мазмұнды оқушыларға қалай жеткізуге болады, қандай дағдыларды қалыптастыру қажет. Негізгі айырмашылықтар: әдіснамалық тәсілдер. Теорияны дамыту. Педагогикалық ғылым: теорияны дамыту, эмпирикалық зерттеу, білім саясаты. Оқу пәні: мазмұнды таңдау, инструкциялық дизайн, бағалау құралдары. Мысалдар: педагогикалық ғылым қалай жұмыс істейді? Біріншісі, дәстүрлі әдістерді зерттеу, дәстүрлі оқыту әдістерінің тиімділігін, кемшіліктері мен және оларды заманауи талаптарға сай бейімдеу жолдарын талдау. Екінші, инновациялық әдістерді әзірлеу, жаңа оқыту технологияларын, мысалы, геймификация, аралас оқыту және олардың оқушыларға әсерін зерттеу, білім беруде қолдану әдістемелерін жасау. Үшінші, оқушылардың мотивациясын арттыру, оқушылардың оқуға деген ынтасын қалай арттыруға болатынын зерттеу, психологиялық, педагогикалық тәсілдерді әзірлеу. Мысалдар: оқу пәні қалай ұсынылады? Оқу пәні, мысалы, математика немесе қазақ тілі сияқты пәндер белгілі бір оқу бағдарламасы бойынша құрылып, оқулықтар, жұмыс дәптерлері және электронды ресурстар арқылы оқушыларға жеткізіледі. Оның мазмұны мемлекеттік білім стандарттарына сәйкес келеді. Педагогикалық ғылым мен оқу пәнінің өзара байланысы. Ғылыми зерттеулер.
Педагогикалық ғылым оқу пәнінің мазмұны мен оқыту әдістерінің тиімділігін зерттейді. Кері байланыс тәжірибеден алынған кері байланыс педагогикалық ғылымның жаңа зерттеу бағыттарын анықтайды. Пән мазмұнына әсері зерттеу нәтижелері оқу пәндерінің бағдарламаларын жаңартуға және жетілдіруге ықпал етеді. Тәжірибелік қолдану оқу пәні педагогикалық ғылымның теориялық қағидаларын нақты оқу тәжірибесінде қолданады. Қорытынды. Екі ұғымды түсінудің білім берудегі маңызы. Педагогикалық ғылым мен оқу пәні бір-бірімен тығыз байланысты. Педагогикалық ғылым білім берудің неге және қалай деген сұрақтарына жауап берсе, оқу пәні нені оқыту керек екенін анықтайды. Бұл екі ұғымды терең түсіну сапалы білім беру жүйесін құрудың және оны үздіксіз жетілдірудің негізі болып табылады.